Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ешқандай да блендерсіз, миксерсіз 2 минуттаған дайын болатын өте дәмді салқын коктейль дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең бірінші 2 дана банан керек болады. Осында жұмсақ пісіп тұрған банан аласыздар. Оны шанышқының көмегімен жақсылап тұрып, осылай міне езіп шығасыздар. Жоғарыда айтып өткендей, ешқандай да блендер, миксер бізге қажет болмайды. Міне мен бананды толықтай езіп алдым. Енді осы езілген бананымызды өзімізге ыңғайлы кез келген ыдысқа салып аламыз. Ең бастысы араластыруға ыңғайлы ыдыс болса болғаны. Толықтай бананымызды салып болғаннан кейін үстіне балмұздағымызды саламыз. Кез келген балмұздақ қолдана берсеңіздер болады. Дәмі ең бастысы өздеріңізге ұнаса болғаны. Бізге осы коктейлімізді жасау үшін 3 ас қасық балмұздақ қажет. 3 ас қасық балмұздағымды міне салып алдым. Енді біз келесі кезекте үстіне сүтімізді құятын боламыз. Кез келген пайыздағы сүтті қолдана берсеңіздер болады, оның ешқандай да айырмашылығы жоқ. Сүтті құйғаннан кейін венчигіміздің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Шамамен 1 минуттай ғана араластырсаңыздар жеткілікті болады. Осымен біздің коктейліміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де қазақ тіліндегі YouTube каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.